Сәлем достар, тойға немесе басқандай айтулы жиындарға адамдар алдын ала дайындалып, өз тиын темелерін жинап жатады. Ал өлімге ше? Өлімді қай адам ойлап жатады десеңізші? Әйтеуір уақыты келген кезде кететін адам өмірден кетеді. Бірақ өмірден өткен адамды да түрлі рәсімдер күтіп жатады. Солай естімеген елде көп дегендей, әлемде миға қонып шықпайтын түрлі жерлеу рәсімдері толып жатыр. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін біз әлемдегі 5 ең сорақы жерлеу рәсімдерін көрсететін боламыз. Өмірден өткен жақын адамды естен кетіру қиын. Кеше ғана қасымда отырған адам бүгін өмірден озды дегенде сезіну оңай емес. Тағы да 1 минут болса, оған барлық сезімдерді жеткізер едім деген ойлар пайда болады. Ал шетелдік Life Jam компаниясы бұл сезімді табысты ете білді. Шыны керек, кісі жерлеудің жөн жосығына технологиялық өркениет өз өзгерісін әкелген. Мысалы, алдында аталып кеткен компания өлген адамды өртеп, оның күлінен асыл тастар жасап береді. Мұндай қызмет жоқ дегенде $20,000 тұрады. Жалпы қандай дәстүр болмаса да, өлі денені тез арада жерлеу ең бірінші орында тұрады. Я достар, ең бірінші орында тек Индонезияда емес. Индонезиядағы бір провинцияда өлікті жерлеу рәсімі үйлену тойына ұқсайды. Қонақтар көптеп келіп, табыттың жанында ішіп жеп көңіл көтереді. Аста төк тамақ, спирттік ішімдіктер деген шелектеп ішіледі. Бұл ерекше тойға адамдар кісі өлгеннен кейін бірнеше жыл бойы дайындалады. Өлгеннен кейін ғана дайындалады. Тойға жететінде ақша жиналмайынша өліктің сүйегін үйде сақтап тұрады. Ал жерлеу рәсімі болғанша дейін өлікті науқас санап, анда-санда матасын ауыстырып тұрады. Тіпті онымен сөйлесіп те қояды. Қытай сұмдық әрі жан түршіктірер салт-дәстүрлерге бай ел. Ол жерде монахтар өз өлімдерін алдын ала жоспарлайды екен. Қалай дейсіз бе, олар өз ағзаларын баяу қинау арқасында өз діндеріне орай өмірден өтеді. Яғни өз денелерінен тірі мумия жасайды. Кей буддист монахтар асықпай өз-өзін өлтіреді. Алдымен арнайы диетаға отырып, арнайы жаттығулар жасап, денесіндегі майдан арылады. Сосын судан арылады. Ал одан кейін ағаштың қабығын ғана кеміріп 1000 күндік диетаға отырады. Ең соңғы кезең монах өзінің тас зиратына келіп, лотос позасын қабылдап өлгенін күтеді. Әрі ол күн сайын арнайы қоңырауын саңғырлатып отырады. Бұл өте ерекше белгі, ол әлі тірі екен жұрт білсін деп істелінген. Қоңыраудың үні өшкенде басқа монахтар зираттың есігін 1000 күнге бекітеді. Солай өлік мумияға айналады. Тағы да Қытай, Тибет, әлемдегі ең сұмдық жерлеудің бірі аспан асты жерлеу болып саналады. Жоқ, оны жерлеу деп атау өте қиын. Өздеріңіз білетіндей Тибет тасты таулы аймақтардан тұрады. Ол жерде жерлеу физикалық тұрғыда мүмкін емес. Сондықтан монахтар сұмдық шешімді қабылдады. Өлі денені құстарға жегізу. Тибетте сөйтеді. Таулы тасты жерде көр қазу мүмкін емес, өртеуге де қиын. Оның үстіне тибеттіктер адам өлген соңда пайдасын тигізу керек дегенге сенеді. Сол себепті олар өлген кісінің етін ұсақтап турап, сүйектерін ұнтақтап арнайы жерге апарады. Ол жерде дайын тағамды күтіп тұрған құстар қаптап ұшып келеді. Өлікті жеп үйренген құстар сонда келіп, өздері ақ бәрін қатырады. Адамдар өлі денелерді қалай ғана соңғы сапарға шығарып салмайды десеңізші, қасында әшекей қылып қалдырады. Ұзақ уақыт жерлемейді. Өздерінен мумия жасайды. Денелерін құстарға жем етеді. Енді сонда не? Мәйіттермен билеу ғана қалды ма? Жоқ, ондай да бар екен. Өліктермен билеу. Мадагаскар. Мадагаскар жақта Марина деген халық тұрады. Олар өлген адамды 2 рет жерлейді екен. Бірінші рет тып-тыныш жағдайда уақытша жерлеп қояды. Ал бірнеше жыл өткеннен кейін өліктің еті ажырап, тек сүйегі қалған кезде қайттан қазып алып, туған туыстар ғана жерленетін арнайы қорымға көшіріледі. Ең сұмдығы, көшіру барысында туысқандар сүйекті матаға орап, онымен билеуі тиіс. Әбден билеп болған соң сүйекті қайта көмеді. Өлікпен осылай билеудің өз себебі де бар екен. Олар туысымыз қашанғы осылай жата береді, бір көңілін көтеріп, сүйектерін сергітіп алсын деп айтады екен. Міне достар, тобымыздың аяғына да жеттік. Осы видео жайлы ойымызды түйіндесек, адамдар топырақтан пайда болды және жерге қайтарылады. Ал басқа жерлеу түрлері адамдық түсініктерге қайшы болып келеді. Әрине осымен әлемдегі сұмдық жерлеумен байланысты және де барлық миға қонып шықпайтын салт-дәстүрлер аяқталған жоқ.
Оның барлығын міндетті түрде келесі видеоларымызда көрсететін боламыз. Ал сіз осы видеоға лайк басып, өз достарыңызбен бөлісіп отырыңыз. Және пікір алаңға өз ойларыңызды осы видео жайлы жазып отырыңыз. Біз барлық пікірлерді оқимыз. Сонымен қатар видеоның сипаттамасындағы және бірінші пікірдегі сілтемелер бойынша біздің барлық әлеуметтік желілерімізге тіркеліп отырыңыз. Және әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы пазлға жазыл.